Фардул ғусл. Ғусылдың парызы үшеу. Ауыз шаю, мұрын шаю, барлық денені жуу. Түсінікті, бұған хадистер келеді. Яғни ғусылдың парызы үшеу бізде Ханафи мазхабында. Ауызды жақсылап шаямыз, мұрынды шаямыз. Бастан бастап бүкіл бақайға дейін бір иненің ұшындай құрғақ жер қалмау керек. Барлық жерге су тиіп жуып шығу керекпіз. Міне сол кезінде ғусылдың парызы орындалды, ғусылды болып есептелеміз. Жаңбыр жауып тұр, ауыз шайып жердік, мұрын шайып жердік, бастан аяғына дейін шалқыдық, су тиіп ағып өтті ма, ғусылдымыз. Түсінікті? Немесе ауызды мұрын шайдық, өзенге бір сүңгіп шықтық, ғусылдымыз. Парыз орындалды. Бұл ең минимальный. Енді сүннеттер бар ғой тағы. Түсінікті? Сүннеттермен қосып істеуге бұйырылғанбыз ғой. Бірақ бір адам жаңағындай бір жағдайға түсіп қалды, сол кезінде су жоқ. Ана сүннеттерін жасап жатуға су жоқ, сондай бір жағдайға түсіп қалады. Уақыт тығыз болады. Өзен тұр, бір сүңгіп шығуға уақыты бар, 2 секунд, 3 секунд. Намаз тығыз болып тұр деген сияқты. Сондай бір жағдай болған болса, минимальный мынау үшеуімен ғусыл болып есептелінеді адам. Енді сүннеті. Сүннетул ғусл ан ябда'a ал-муғтасил файяғсилу ядайхи ва фарджаху ва язилу наджаса ин канат алал бадани. Ең бірінші ғусыл құйынатын адам, көбінесе ғусыл құйынғанда ерлі-зайыптылардың арасында қатынастан кейін болады. Сондықтан ең бірінші нәжас тиген жерлерді жақсылап жуамыз. Яғни дәрет сындырамыз, кіші дәрет сындырып, жақсылап нәжас тиген жерлерді жуамыз, сосын барып, екі қолды жуып, яғни мүшені жуып, сосын екі қолды жуамыз. Сосын сумма ятавадду уду алис-сола. Кәдімгідей намазға дәрет алғандай толық дәрет аламыз. Намазға дәрет алғандай мүшені тазарттық, басқа да жерге нәжас тиген болса тазарттық, сосын барып қолды жуып, ауызды шүрет жайып, мұрынды шүрет жайып, бетті жуып, қолды жуып, басқа мәсих тартып, құлаққа, маңдайға мәсих тартып, толығымен дәрет аламыз, тек қана аяқ жумаймыз дейді. Өйткені ана жуынатын жерде аяқ бәрі бүлінеді деп жатыр да. Тазикте тұратын болсақ, су жиналады ғой бәрі неге. Ваннада да кейбір кезінде болады, тесігінен ағып үлгермейді. Таза емес сулар аяқтың астына жиналады. Сондықтан басында дәрет алғанда аяқты жуу несі бекер. Илля риджлейхи дейді. Бұны келеді мында бәрі. Айша анамыздан келеді хадистер. Аяқ жумай тек қана мына толық дәретті алып, сумма юфидул ма аля раси ва сайл жасади саласан. Дәрет алып болғаннан кейін бастан бастап 3 мәртеден құйып жуып шығады бүкіл денеге. Бастан бастап, оң жақтан бастап, сол жақ, төмен қарай. Кейін толық шомылып болғаннан кейін сол жерден, су жиналған жерден шығамыз да аяқты жуып шығамыз. Соңынан аяқты жақсылап тұрып жуып шығамыз. Нені айтады? Әйел адам мынандай не болады ғой, шаш өрген, шаштарын өрген, бұрым дейміз ғой, каса. Соны өрген ұзын шаш деліп, ұзын. Енді денен жуу керек, ананың бәрін ашып жату не машақат. Сонда айтады, әйел адамның мынау бүкіл шашының бойына, әрбір тал шашының су тиісін, басынан аяғына дейін су тиісін деген нәрсе жоқ. Негізгі су тию керек қайда? Құйқаға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір шаштың түбінде жүнүптік бар деді. Шашта деген жоқ, шаштың түбінде жүнүптік бар деді. Ол деген сөз бүкіл денеде шаш өседі ғой. Барлық денені жуу керек, барлық дененің құйқасына теріге су тию керек деген сөз. Сондықтан бұрымы бар әйел, егер мынау бұрымы өте қатты тығыз болмаса, құйқасына су кіретіндей болса, мынау бұрымын ашу шарт емес. Ашпаса болады. Мына жағы үстіңгі жағы бос болды деліп, суға батырды ма, әйтеуір су құйып, қол саусақтарды кіргізіп, құйқаға су тиді ма, бүйтіп араларынан кіргізіп, мынаны бұрымды ашып шарт емес. Міндет емес. Ал егер өте тығыз тартып тастаған, саусақ, су түгел саусақ кірмейді, ол кезінде не? Ашу керек, анау түбіне бару керек су. Мына бүкіл әйел өзі, шаш ұзын әйелдер өзі шашын жуса өзі далаға шығалмай сөйтіп жүреді ғой, анау кеппейінше, суық тиеді деп. Машақат қой оның өзі, ұзын шашын өзін кептірудің өзі. Сондықтан мынау шашты барлығын жуып жату шарт емес, құйқасын жусақ болды. Түсінікті? Жүніптікте. Болды, осымен иншалла кейінгі сабақта несін дәлелдерін өтеміз, сосын